Жалпы орта мектебінің 4-ші Ә сынып оқушысы Майлыбай Ұлтай Рақымбекқызы. Тақырыбы өрмекші мен шыбын. Авторы Несіпбек Айтұлы. Неше түрлі өрмекті тоқыпты бір өрмекші. Өрмекшінің өнерін бопты шыбын өрмекші. Әдейі іздеп келіпті, келіп сәлем беріпті. Таң ғажайып өрмегін тамашалап көріпті. Құтты болсын өрмегін, ерен екен еңбегін. Үйренейін деп бердім, болмаған соң ермегім. Өрмекші айтты, шыбыным, ермек деп жүр мұныкім. Осы өнердің соңында келеді өтіп ғұмырым. Тоқып келем ерінбей, қиындықтан жерінбей. Өрмектің әр өрмегі төккен маңдай терінбей. Болсаң егер үйленер, күндеріміздің үйге кел. Ерінбесең алдынан есік ашар қиыленер. Бастамақ боп бұл істі, шыбын дереу кірісті. Бірақ көпке шыдамай, бір қонды да бір ұшты. Шошаң дауын қоймады, оп оңай деп ойлады. Бір тоқып, бір отырып, өрмекпенен ойнады. Торға шығып ырғалды, бәлеген енді шың қалды. Шатасты да маталды, шықпас қайбы шырмалды.